Қисса, хикаят, дастандар. 19 ғасырда қазақ әдебиетінде шығыстың классикалық әдебиетінің тақырыптары мен сюжеттері кеңінен көрініс тапты. 19 ғасырдың соңындағы қисса, хикаят, дастандар өте кең тарады. Бұл бағытта Ақылбек ибн Сабал 60 қиссаның авторы. Шәді төре Жәңгіров, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы жемісті еңбек етті. Шәкәрім Құдайбердіұлы, түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі. Шәкәрім Құдайбердіұлының түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі атты еңбегі теңдесі жоқ шығарма. Оны ауызекі тілде жұрт Шәкәрім шежіресі деп атап кеткен. Әлихан Бөкейханов бұл еңбекті жоғары бағалап, ешқашан қазақтардың шыққан тегі жайлы қазақ тілінде кітап болған емес. Шәкәрімнің бұл кітабының пайдасы қазақтардың шығу тегі бойынша өз аталарын білгісі келгендер осы кітаптан табады. Егер кімде-кім ата-бабаларының шежіресі жайлы жазғысы келсе, алдымен Шәкәрімнің еңбегін оқып алуы қажет деген. Шәкәрім Құдайбердіұлы шежіресінен. Әбілқайыр хан. Шәкәрім Құдайбердіұлының шежіресі бойынша Әбілқайыр мемлекетінің өзбек және қазақ болып екіге бөліну себебі тайпалар арасындағы келіспеушілік деп көрсетіледі. Арғындардың алыс ұрпағы әйгілі Дайыр қожа Әбілқайырдың билігінің тұсында би болған. Әділеттілік үшін оны Ақжол би деп атаған. Бұл уақытта Әбілқайырдың жақын досы, Қыпшақтардың қолбасшысы Қобланды ханның сүйікті батыры болды. Тайпаралық келіспеушілік кезінде Қобланды Ақжол бидің жалғыз өзін айдалада кездестіріп қалып, оны өлтіреді. Бұны естіген Жәнібек сұлтан арғындардың мүддесін қорғап, Әбілқайырдан Қобланды батырды беруін сұрайды. Қыпшақтардың қолдауынан айырылып қалам ба деп қауіптенген Әбілқайыр хан Қобланды батырды беруден бас тартады. Бұл жағдай наразы болған Жәнібек сұлтан бастаған қазақтардың көшіп кетуіне әкеледі. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, қазақ шежіресі. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы қазақ шежіресінің басты ерекшелігі ауыздан ауызға таралуында деп көрсетеді. Шежіредегі деректер қазақ тарихын зерттеудің негізі деп есептейді. Қазақ шежіресі деп аталатын еңбегінде біздің бұл қазақта тасқа таңба басқандай анық шежіре жоқ. Оқуға сенген ұмытшақ деп оқуды керек қылмаған, жазуға сенген жаңылшақ деп жазуды керек қылмаған. Оқу мен жазудың жоқтығынан жазылған шежіре болмаған. Естігенін ұмытпайтын құлағының тесігі бар, кеудесінің есігі бар, ұқпа құлақ жандар болған. Сондай жандардың айтуымен кеудесі хат, естігені, көргені жады болған қариялар кейінгіге ауыздан ауызға таратумен үлгі өсиет қалдырған дейді. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы шежіресінен. Алаша хан. Шежіреде қазақ халқы мен мемлекетінің пайда болуын аты аңызға айналған қазақтардың алғашқы билеушісі Алаша ханмен байланыстырады. Шежірешінің пікірінше, бұл кезең тайпа басшылары Майқы, Қотан, Қондыгер өмір сүрген кезең. Алаша хан 300 жігіт пен 13 дана ақсақалды бастап, Ұлытау жазығында қазақ мемлекетін құрады. Жүздердің көшбасшылары Үйсін, Арғын және Алшын батырлар болды. Аңыз бойынша Алаша ханды ақ киізге салып, Ұлытау шыңына көтеріпті. Сондықтан Алаш атауы қазақтар үшін жалпы ұлттық идея мен ұран ретінде қолданылады. Сол тарихи оқиғадан бастап жауға Алаш деген ұранмен аттанып ұйғарылды. Осыдан Алаш болғанда, Алаша хан болғанда деген сөз қалған. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы шежіресінен. Уыз хан. Бұл шежіреде көшпелілер дәуірі Оғыз хан, Уыз хан есімімен байланыстырылады. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы өз дерегінде біз Уыз ханның ұрпағымыз, киіз үй Уыз ханның бұйрығы бойынша жасалды. Қазақтардың киіз үйі Уыз ханнан деп жазды. Оғыз ханның көп елді бағындырғаны Әбілғазы Баһадүр шығармасында да сипатталады. Басы сайрам, аяқ жағы Мысыр болған бүкіл аймақта билеушілерді тағайындап, өз жұртына оралды. Уыз хан туралы мәліметтер шығыс деректерінде де кездеседі. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы шежіресінен. Әз Жәнібек. Шығыс деректерінде Жәнібек хан туралы Дешті Қыпшақта оған тең әділ, әулие, қайырымды және құдіретті патша болған жоқ делінген.
Ал мәшһүр Жүсіп қазақ хандығы құрылған кезеңді бұлайша суреттейді. Ол кезде қазақтар өздерінің әдет ғұрыптарына сай өз бетінше өмір сүрді. Жағдайдың осылай болуы әз Жәнібектің қазақтарға деген мейірімділігінен. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы шежіресінен. Қасым хан. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы қазақ халқы мен мемлекетінің пайда болуын аты аңызға айналған Алаша ханмен байланыстырады. Ал қазақ хандығының дәуірлеуі Қасым хан тұсында болғанын жазады. Қасым хан қазақ хандығының астанасын Сарайшықтан Ұлытауға көшіріп, қазақтың арғы бабасы және алғашқы ханы саналатын Алаша ханға кесене тұрғызған. Құрбанғали Халидұлы шежіресінен. Құрбанғали Халидұлы қазақ шежіресінің негізі шынайы оқиғадан бастау алатынын ескертіп, оны дәлелдеуге жазба ескерткіштерін пайдаланғанның артықтығы жоқ деп санайды. Ол өзінің Тауарих Хамса еңбегінде оқыған тарихты байқайды дүниені, көреді адамзатты түр-түрімен. Оқыған боп надандар бүлдіреді, түгөстім деп ғылымды құр тілімен деп ғылымды нақты үйренуге шақырады.